Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз Платон жүйесінде жұмыс жасау бойынша видео нұсқаулықтарымызды жалғастырамыз. Енді қазіргі қарастыратын тақырыбымыз Платон жүйесіне кіріп, қалай оқушыға, студентке тапсырма жіберуге болады. Платон жүйесіне бағана айтылған әдістермен кіргеннен кейін өздеріңіздің иіндарыңызды тересіздер және өздеріңізге берілген парольді тересіздер. Мен қазір иінді теремін және өздеріңізге берілген парольді теремін. Сосын войти батырмасын басам. Войти батырмасын басқаннан кейін әркім өз атынан кіретін оң жақ жоғарғы бұрышта көрініп тұрады. Мен Қошқарбаева Әлия Ембергенқызының атынан кіріп отырмын. Бұл жерде енді бүгін задание бөлімін қарастырамыз, модулін. Задание модуліне басасыздар. Сіздерде әлі берілген тапсырма жоқ, сондықтан мына жерде пустой тұр. Тапсырма беру үшін назначить задание батырмасын басасыздар. Бұл жерде байқасаңыздар, екі бөлім бар: задание получатели. Бірінші получательдерді бересіздер, яғни тапсырма берілетін балалар. Добавить басасыздар. Бірінші семестр қалады. Группа бұл кісіде 11-ші топ. Сіздер өздеріңіз қай группаға сабақ бересіздер, сол группаны таңдайсыздар. Кому выбранном обучающемся потока қалады. Академический поток бұл жерден таңдайсыздар. Бұл кісі, яғни информатика сабағынан береді. Информатика сабағынан және физика сабағынан береді, екі сабақ. Бұл жерде ЛП, лаб дегендер, L дегеніміз теориялық сабақ, P дегеніміз практикалық сабақ ағылшынша. Лаб дегеніміз лабораториялық жұмыстар. Бұл кісінің бүгінгі сабағы физиканың теориясына кетеді, сондықтан L физиканы таңдаймыз. Тип оценки, мына жерде галочка тұру керек, предусмотренное выступление оценки деген. Яғни баға автомат түрде журналға қойылады, сіздер қойған баға. Сондықтан тип оценки, текущая оценка деп таңдаймыз. Және мына батырма арқылы полное именің жанындағы бүткіл балаларды таңдаймыз. Және төменгі жағына түсіп, добавить батырмасын басамыз. Закрыть. Міне сіздерде бүткіл топтағы балалар қосылды. Енді задание бөліміне өтеміз. Бұл жерде тема заданияға бүгінгі сабақтың тақырыбын бересіздер. Приступить к выполнению задания деп, яғни қай күннен бастап бала тапсырма орындайды. Бүгін кешкі уақыт болғандықтан мен 24-ін белгілеймін. 24-нен бастап дүйсенбіге дейін, 28-не дейін бала орындайды дейік. Әріптестер, бұл жерде бір ескеретін нәрсе, сіздер берген күннен бастап 3 күн есеппен беріңіздер. 3 күнге дейін бала орындап тастайды деген есеппен. Сосын артынан журналға бағасын сол жіберген тапсырмасы бойынша қоя саласыздар. Енді астында текст задание бөлімі байқасаңыздар, бұл жерде лекциялық материалдарды, тапсырмаларды бәрін осы жерге саласыздар. Бұл жерге бір айта кететін нәрсе, видео қоюға болады. Видеоны сырттан, YouTube-тан, сыртқы сілтемелерден қойған дұрыс болады. Өздеріңіздің видеоларыңызды жүктемей қойыңыздар бұл жерге прямой. YouTube арқылы жүктегендеріңіз біріншіден жүйенде памятін толтырмайды, екіншіден өздеріңізге де ыңғайлы болады. Бізде мынандай бір қалыпты емес қозғалыс деген YouTube-та дайын видеомыздар. Сол видеоның оң жағын батырмасын басамыз үстіне, бейненің URL мекен-жайын көшіріп аламыз. Сосын Платонусқа қайта өтеміз де жүйесіне. Мына вставить URL деген жерге жаңағы видеодағы оң жағын басып вставить етеміз. Вставить батырмасын басамыз. Міне біздің видеомыз орнатылды. Енді қазірше сохранить етіп алайық бұл заданияны. Сақтау үшін сохранить батырмасын басасыздар. Задание успешно сохранено деді. Енді астына барып, бүгінгі тапсырманың лекциялық материалмен тапсырмасын берейік. Міне мен түгел белгілеймін осыны тапсырмасымен бүткіл лекциялық материалын. Оң жағын басып копировать деймін де, Платон жүйесіне барып, жаңағының астына оң жағын басып вставить деймін. Бұл жерде сіздер Word-тан бір нәрсе қойған кезде, оның форматын сақтап қалу үшін держать батырмасын басасыздар. Бітті, міне видеоларыңыз қойылды, лекциялық материалдарыңыз берілді және астына үйге тапсырма есептері берілді. Сохранить дейсіздер. Тағы да сақтап аласыздар. Сосын бұл жерде файл қосуға болады. Өздеріңіздің керекті Word файлдарыңызды, не болмаса картинкаларыңызды, слайдтарыңызды да қосуға болады. Бірақ бұл жерге желательно видео салмаңыздар, құрметті әріптестер. Видео үлкен ауыр болып кетеді, үлкен память алады. Сондықтан видео салмағандарыңыз дұрыс болады. Мен добавить файл деймін да, файл ретінде бүгінгі лекцияның материалын қосып жіберейін.
лекциялық материалдарыңыз қосылды. Қосылған кезде мынандай көк жазумен шығады, жанында себеттің суреті пайда болады, қызыл. Бұл удалить деген сөз. Не болмаса сырттан бір ресурсқа сілтеме берсеңіз болады. Добавить ссылку дейсіз, тип ресурса, білмеймін, УМК десеңіздер де болады, не болмаса басқалай добавить дейсіздер, мысалы, сілтеме түрінде беруге болады. Енді сохранить батырмасын басып аламыз, тағы бір рет, соңғы рет. Сосын назначить задание деген енді студенттерге тапсырма кетеді деген сөз. Тапсырма берілу үшін назначить задание батырмасын басамыз. Задание успешно назначено. Құрметті әріптестер, назад батырмасын бассаңыздар, задание бөліміне кірсеңіздер, бүгінгі жіберген тапсырмаларыңыз сіздердің шығады. Байқағандарыңыздай, задание бөліміне кірсек, жаңағы біздің берген заданиямыз шығады. Яғни 11-ші топ 25 бала бар, 25 баланың әлі ешқайсысы тапсырмаған 0. Яғни бәрінде выполняется статусы бар. Оны енді балар жеке-жеке көрсін, мұна жанындағы жасыл плюс батырмасын басасыздар, сол кезде бәрінде выполняется статусы тұрады. Ал егер бұл жерде белгілі бір бала орындап жіберсе, выполнен деген статус шығады сіздерде. Оның түсі көк болады. Сол баланы кіріп, әрқайсысын жеке-жеке басу арқылы тексересіздер. Қазір енді бір баладан орындап, сол баланың орындағаны мына жаққа қалай көрінетінін келесі видеода сіздерге көрсетемін. Назарларыңызға рахмет.